Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазір әкелген сабақ қазір. Сабақты бастаймыз. Ал енді біз бірінші үй тапсырмасын сұраймыз, үй тапсырмасын бол әдісі арқылы пысықтап өтеміз. Асқар Алтай қайықта дүниеге келіпті? Келесі. Асқар Алтайдың шығармаларында не суреттеледі? Кім керек? Кел. Сыдан. Не суреттеледі екен? Асылда да шатасыда. Қазақ халқының бүгінгісі мен ертеңгісі суреттеледі екен, прописка әңгімесіндегі оқиға қалай басталады? Арқадан жолға шығып. Қалай басталады екен? Арқадан жолға шығып. Ой, жарайсыңыз болсын. Шығармада қандай тарихи оқиға туралы айтылады? Айтып келе қандай оқиға суреттеледі екен? Дұрыс екен, дұрыс жауап берді. Кейіпкерлердің желтоқсан оқиғасына қатысы қандай? Желтоқсан оқиғасына қатысы кім келеді? Айжан. Қандай екен қатысы? Дұрыс, Айжан дұрыс жауап берді, ары қарай. Алтай табиғатының қатал мінезін автор қандай сөздермен берген? Мәтіннің ішінде бар, бұл сөзді қай сөздермен берген? Құтырылған қарғыс. Кім келеді? Мөлді жел. Қалай суреттеледі екен? Құтырған қарғыс, дұрыс екен, мөлді дұрыс жауап береді. Ары қарай біз соңғы сұрағымыз еді, соңғы сұрақ. Прописка әңгімесінде қай өңірдің қаһарлы қысының табиғаты бейнеленген? Біздің қазір өтіп жатқан бөліміміз тәуелсіздік қасиет туған ұлы. Енді бүгін біз Расул Ғамзатовтың ана тілі өлеңін өтеміз. Біздің сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Ал оқу мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Ал балалар, біз Расул Ғамзатов туралы естуіміз бар ма? Жоқ. Расул Ғамзатовты естімейді екенбіз. Расул Ғамзатов Дағыстанның ұлы ақын екен. Қазір енді Расул Ғамзатов туралы сөйлейтін боламыз. Интеллект арқылы Расул Ғамзатовтың өзін сөйлетеміз. Енді Расул Ғамзатов өзі туралы бізге мәлімет береді. Сәлематсыңдар ма, балалар? Мен 7 жасымда мектеп табалдырығын аттадым. Мектепте оқыпты, ынталы оқушы болдым. Алғашқы өлеңімді 9 жасымда жаздым. Алғашқы өлеңім достарыма, мектептегі ұстаздарыма арналды. Алғашқы өлеңім 13 жасымда Абай газетінде жарық көрді. Атақты Шамил Батыр, ер жүрек Қанша Мұрат туралы әңгімелерді әкемнен естігем. Кейін Лев Толстойдың Қанша Мұрат туралы әңгімесін авар тіліне аудардым. Мен халқымның тарихы, батырлығы туралы әңгімелерге қызығамын. Махаббат жыршысы Махмуттың өлеңдерін және әкемнің өлеңдерін қызыға тыңдаймын. Отанымды, тілімді сүйемін. Ал балалар, Расул Ғамзатовтың қандай болғанын өз аузынан естідіңдер, Ал енді мен кішкене толықтырып кетейін. Расул Ғамзатов 1923 жылы 8 қыркүйекте Дағыстанның Құлжа ауданында дүниеге келген екен. Шығармалары 1937 жылдан жариялана бастаған. Өзі айтып отқандай,
айтып тұр жаңа халқымды, туған жерінің сұлулығын, даналығын, тілімді сүйемін деп, иә? Міне Расул Хамзатов туралы біз осылай мәліметтер алдық. Енді бүгін біз Расул Хамзатовтың ана тілі дегенін өтеміз. Және, біздер тыңдайық. Ана тілі. Anasının ne köylüydesinde, Japolya'nın haberinde, derslerinin kenarlara kızda öyle oynanan bir taşta, asabının arkalarında kaldı, kızlardan çalmaya kaldı, millatın ünsüz tuvalinde, jürt olada aldım. Мен жатырмын қара жерге табына, көрмейді ешкім, келмейді ешкім маңыма. Тек қыранда шаңқылдайды шын жақта, оғылар кеп аңырсынды бір жақта. Кетті ғой деп қыршын ғана жасында, жыламайды ешкім болам басында. Қырынан жатырмын тек көңілде, бір дауысты естіп қалу келеді. Естідім мен осы арадан үнінде, екі кісі сөйлесті бар тілінде. Мен жатырмын жер астында көз жұмып, мына екеуі күбірлейді сөз қылып. Хасан деген бір кісінің қулығын, Әли деген бір кісінің сұмдығын. Біз өлеңді төр оқып болдық, өлеңнің мазмұнымен таныстық, иә? Енді өлеңдегі сөзсіз сөздермен, яғни сөздікпен жұмыс жасаймыз. Бұл сөздерді біз дәптерімізге жазып аламыз, иә? Ассамблея халықаралық ұйым мүшелерінің жалпы жиналысы. Абай Дағыстандағы тұрғын халық тілі. Дағыстан Ресей Федерациясының Солтүстік Кавказ федералды округінің құрамына кіретін елдің оңтүстігінде орналасқан республика екен. Асау, яғни жүген құрық тимеген, қолда ұсталмаған ат. Яғни асау деген сөз көбінесе жылқыға қаратып айтылады. Бүгінгі сабақты түсініп оқып болсақ, енді осы сабаққа байланысты біз бірнеше тапсырмалар орындаймыз, иә? Бірінші тапсырма білу. Тақтаға қараймыз, мұқият. Бірінші сұрақ, өлең не туралы? Ана тілі туралы. Жақсы, Расылжан. Ана тілі өлеңінде ақын қандай мәселені қозғайды? Ана тілі. Айта беріңіз. Ана тілінің құдіреті туралы. Өзінің ана тілінің құдіреті туралы. Жақсы, Айша. Ары қарай, өлеңнің негізгі идеясын анықта. Идеясы қандай өлеңнің? Бір болсын. Ол өзінің абар тілі туралы, оның қандай мықты екенін көрсетті. Тілінің құдіретін көрсеткен, иә? Туған тілінің құдіретін көрсеткен. Яғни, өлеңнің жаңағы біз өлеңді айтып кетті ғой, сол абар тілінің, екі адам абар тілінде сөйлескен кезде, ол жаңағы кеудеме не бітті дейді? Жан бітті дейді. Ол тілінің, абар тілінің, өзінің туған тілінің несі екен? Құдіреті екен, иә? Келесі сұрақ. Әрбір өкілдері өз тілін неліктен ана тілі деп атайды? Ал біздің ана тіліміз қандай тіл? Неге әрбір өзінің тілін ана тіл деп атайды? Себебі ол өздерінің тілі. Өзінің туған тілі. Адамның бойына ана сүтімен дарыған тіл. Сондықтан оны қандай тіл деп атаймыз? Ана тіл деп атаймыз. Ал біздің ана тіліміз қай тіл? Біздің ана тіліміз қазақ тілі, иә? Ал енді біздің қазақ ақын жазушыларының ішінен ана тілін жырлаған қандай ақын жазушыларды білеміз? Ал Айсу. Бір мысалы, ана тілі қарым яғни болып өзге тілдер өз тіліне құрметте. Яғни басқа тілді біл, бірақ өз тілді құрметте деген тағы да Мұқағали Мақатай. Ал екінші бағыттың тілі менің тас жүректі тілімен түсіндіреді. Кейде дүниеден жүгірсекте қасиетті тілінен жүгірмеді. Мұқағали Мақатай қанша тілге деген жамандық болса да тілін ешқашан ұмытпаған.
ұмытпаған, иә? Ал, Асылжан, тағы кім айтады? Айжан? Abi düzdür. Ana dilini unutkan adam öz halkının ülkeyi болашағына да қол жетеді. Яғни, ана тілін ұмытқан адам өз халқының өркениеті болашағына да қол жетеді. Тағы да Ахмет Байтұрсынұлы, тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. жоғалады. Тағы қандай біздің ақын жазушыларымыз тіл туралы айтқан екен, иә? Яғни, қай ақын жазушыны алып қарамасақ та, өзінің туған тілінің құдіретті екендігін, иә? Туған тілінің барлығына қымбат екендігін, өзінің туған тілін шын сүйетіндігін айтып кеткен екен, иә? Ал балалар, енді екінші тапсырмаға тоқталамыз. Бұл түсіну деп аталады. Енді біз автор бейнесін анықтау үшін жаңағы өлең үзінділерін салыстыру өтеміз. Бұл өлең үзіндісі осы Расул Ғамзатовтың өлеңінен алынған екен. Кәне, бұл жерде мен қандай үзіндіні алыппын? Өзге бір тіл елдер Оқып жүрші, әсемай. Дауыстар оқып жүрмін. Өзге бір тіл елдер басқаларында мен онымен айта алмайтын мәлімді. Егер тілім ертең болса құрмақ, мен дайынның өлімге кетуімін. Жақсы. Енді осы өлең үзіндісінде біз атын ойын жазамыз және өзіміздің түйгенімізді жазамыз. Яғни дәптермен жұмыс жасаймыз. Кім жауап береді осы тапсырмаға? Ал әр картадан бір оқушы ғана өз ойымызбен бөліседі, иә? Ақын ойы. Сендерді басқа тіл емдесе, мені ол тіл емдей алмайды. Менің тілім болашақта жоқ болса, мен бүгін-ақ өлуге дайынмын. Менің түйгенім тіл барлығы үшін аса маңызды құдіретті құрал. Қандай ұлт болмасын өз тілінде сөйлеу қажет. Ал өзі екінші картадан өзі жауап берсін. Ақынның айтқан ойы тілім бүгін көретін болса, ертең көретін болса, мен бүгін-ақ өлуге дайынмын. Менің түйгенім бұл жерде ақын тілдің құдіреттілігі жайында айтқан. Ахмет Байтұрсынов атамыз айтқандай, тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Жақсы балалар, иә? Яғни біздің ана тіліміз қай тіл? Қазақ тілі, иә? Ал біз қазақ тілі үшін не істеуіміз керек? Не істей аламыз? Біз қазақша сөйлеуіміз керек. басқа тілдерге барсақ Иә, және өзіміздің тілімізді дамытуымыз керек, құрметтеуіміз керек, тілімізді шұбарламауымыз қажет екен, иә? Бүгін біз сабағымыздың да соңына келіп жеттік, иә? Біздің бұл бөліміміз тәуелсіздік қасиет тұнған ұлы ұғым деп аталғандықтан кері байланысты мынау тәуелсіздік монументі арқылы жасаймыз. Яғни бұл жерде біз бұрыннан не білетініміз, бүгін не білдік, алдағы уақытта не білгіміз келеді. Міне осы сұрақтарға жауап беріп, тәуелсіздік монументін құрастырамыз. Расул Ғамзатов туралы осы уақытқа шейін еш мәлімет Ал бүгін не білдік? Расул Ғамзатұлы Аман халқынан ұлы ақын екенін және де ана тілі өлеңі бар екенін білдік. Ал алдағы уақытта не білгіміз келеді? Расул Ғамзатовтың басқа дамаларын біз керек. Жақсы. Бүгінгі сұрақ оныз жақсы. Ал бүгінгі жақсы балаларымыз орташа деңгейде сабаққа қатысып отырды. Алдағы уақытта белсенді қатысуымыз